Сәлем достар. Бір қарағанда мына сурет Photoshop арқылы істелінген деп ойлап қалса болады. Бірақ шын мәнінде мұнда ешқандай өзгеріс қосылмаған. Суматра аралында жанарта оянғаннан кейін айналаның бәрі улы күл болып жатқан кезде мына гүл өлі өсімдіктердің арасынан өсіп кетті. Сізбен бірге Казблокнет арнасы. Бүгін осындай фотошопсыз жасалынған суреттерді көрсетеміз. Бұл сурет Америкадағы Йосемите саябағында түсірілген. Сарқырамадағы кемпірқосақ өтірік сияқты көрінеді. Бірақ бұл құбылыс күн сәулесі су тамшыларымен шағылысқан кезде пайда болады. От шашу кезіндегі найзағай. Қыста аққуларды тамақтандыру көрінісі. Қазір сіз қарап тұрған 4 әртүрлі сурет емес. Оның барлығы бір бөлмеде түсірілген сурет. Сенбесеңіз паузаға басып қарап көріңіз. Капуста, яғни орам жапырақты ортасынан бөлген көрінісі. Дәуіт велосипед теуіп бара жатыр. Ал бұл жылқы да емес, зебра да емес. Бұл зеброид. Зеброид жылқы, пони, есек және зебраны қосқаннан пайда болады. Ал бұл суретте ешқандай фильтр қолданылмаған. Қоқиқаздан жасалған үлкен қоқиқаздың бейнесі. Пирит кристаллын ешкім осындай кубтық пішінге келтірген жоқ. Ол өзі осындай геометриялық фигуралар болып табиғатта кездеседі. Арыстанның табиғатпен қосылған суреті. Мына суретті өтірік деп ойлайсыз ба? Суреттегі жер Жаңа Зеландияда. Бұл жерде ешқандай фотошоп жоқ. Арт мүсінге жақындап қарасақ, ол былай көрінеді. Жаңбыр, торнадо және кемпірқосақ. Мұндай көрініс табиғатта өте сирек кездеседі. Сіз білесіз бе, кейбір кезде отты торнадо да болады екен. Мұндай көріністер жиі кездесе бермейді. Радиотелескоптың ішіндегі ай. Өте сәтті кадр. Кенеттен қар жауғанда, ормандағы өзеннің көрінісі. Бір қарағанда компьютерлік графика деп ойлап қалатын бұлттар шын табиғатта болады екен. Жанарта оянған кезде найзағайлардың пайда болуы. Күннің батып бара жатқан сәтінде тұтылуы. Өте әдемі және сирек кездесетін табиғат құбылысы. Достар, видеоның соңына келдік. Міндетті түрде лайк басып арнамызға тіркеліп кетіңдер. Бұл Казблокнет арнасы, сау болыңдар.